Сәлем балалар, әдебиеттік оқу 2-ші сынып, 11-ші сабақ. Тақырыбы менің киімдерім. Өлеңді түсініп оқисың, өлеңді рөлге бөліп, мәнерлеп оқисың. Бірінші тапсырма: қандай түсті киім кигенді ұнатасың? Жақсы көретін киімің туралы әңгімеле. Балалар, енді ақ жейде ол мектептің киімі, ал енді түрлі түсті киімдерді өздерің білесіңдер. Біреуі қара, біреуі көк жейдені жақсы көреді. Ал бұл жерде ақ, жасыл жейде мен ақ жейде туралы айтылды. Мен ақ, жасыл түсті киім кигенді ұнатамын. Жақсы көретін киімім жасыл жейде. Матасы денеге ыңғайлы, жеңіл жасыл жейдемді маған анам алып берген. Қонаққа және ойын орталықтарына баратын кезде міндетті түрде жасыл жейдемді киемін. Енді балалар, сендер Рахман Асылбектің «Көйлек хикаясы» деген өлеңін рөлге бөліп мәнерлеп оқисыңдар. Бұл өлеңде не туралы? Баланың таңертең киіп кеткен ақ көйлегінің кір болғаны, оны қалай кірлеткені. Ол жайдан-жай балалар кірлемейді. Сондықтан кез келген қайда барсаң да киімдеріңді таза ұстау керек. Тек қана киім емес, сонымен беті қолыңды да үнемі жуып жүру керек. 3-ші тапсырма: сәйкестендір. Ең бірінші қуып едім көбелек. Көбелекке сәйкестендіреміз. Бөгет болды бөгелек, сона тәрізді жәндік. Осыған сәйкестендіреміз. Іліп кетті ербеңдеп, етегімді ебелек деген шөлде өсетін, құрғақшылықта өсетін өсімдіктің бір түрі. 4-ші тапсырма: өлеңдегі баланың іс-әрекетіне баға бер. Сен оған киімін күтіп кию туралы қандай кеңес берер едің? Киімді күтіп киіп ұстау керек. Өлеңдегі бала өзін өте салақ ұстаған, әппақ көйлегін кір қылып, түймелерін үзіп тастаған. Бұл әрекеті дұрыс емес. Үсті басымызды жөнге келтіріп, кірлеген жерді бірден сүртіп алу керек. 2-ші Ермек Өтеутұлының «Пай-пай» деген мадақтама өлеңі. Ал бұл жерде бала керісінше өзін өте таза, үсті басы кір емес. Сондықтан сен де осы баладан үлгі ал. Мадақтама біреуді мақтап, жақсы қасиетін көрсететін шағын өлең. Яғни осы өлеңді сен де ойланып көр, өзіңді өзің қарашы. Қолың, үсті басың кір ме әлде таза ма? Сонымен қатар аяқ киімді де дұрыс таза ұстай білу керек. Мектептің ішінде тазалық ол денсаулыққа пайдалы. Сондықтан қасыңдағы досыңды қарап көр, оның үсті басы қандай екен. Егер сондай таза болса, таза балалардан үнемі үлгі алу керек. Жылдам ойыны, яғни 3 түрге бөлінген киім түрлері: ұлттық киім, спорттық киім, күнделікті киімдер. Бұл сурет бойынша 3 түрге бөліп, бірінші ұлттық киімдер: сәукеле, бүрмелі көйлек, оюлы қамзол және ет. Спорттық киімдерге спорт формасы, футболка және кроссовка. Ал күнделікті киімдер өздерің көріп тұрғандай жейде, жеңсіз көйлек, жеңіл аяқ киім, белдемше, футболка және шолақ шалбар екен. Бүгінгі біз тазалық туралы, яғни киімдеріңді таза ұстау жөнінде өлеңдер оқыдық. Ендеше Шақ мультфильм көріп алыңдар. Ол баланың да үсті басы кір болғандықтан киімдері, кітаптары қашып бара жатқанын көріп байқауға болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Ты один не умывался, и грязнулею остался. Избежали от грязнули и чулки, и башмаки. Одеяло убежало, улетело простыня. И подушка, как лягушка, поскакала от меня. Он за свечку, свечка в печку. Он за книжку, да бежать и припрыжку под кровать.
Отчего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось колесом? Утюги за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за утюгами, кочерга за кушаком. Все вертится и кружится и несется кувырком. Все вертится и кружится и несется кувырком. Вдруг из маминой из спальни кривоногий